Құнанбайұлының 17-ші қара сөзі. Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Әй ғылым, өзің де білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпейтінін. Әуелі, өзіңді білуге ерінбей жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, оны орнына келтірмек те менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абырой мансапты еңбексіз табуға болмайды. Болымсыз, орынсыз нәрселерге үйір қылмай, бойды таза сақтайтұғын, күнә кәрліктен, көрсе қызар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқаратұғын, адасқан жолға бара жатқан бойды қайта жиғызып алатұғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады? Не дүниеде, не ақиретте, не пайдалы болсын, не залалды болсын, білетұғын мен. Сенің сөзіңді ұғатұғын мен. Менсіз пайданы іздеп таба алмайды екен, зұлымнан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып, үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады? Менсіз өздері неге жарайды? Мен адамның денесінің патшасымын. Қан менен тарайды, жан менде мекен қылады. Менсіз тірлік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде, тамағы толып жатқан кісіге төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің күй жайы қалай болып жатыр екен деп ойладым. Жанын ашытып, ұйқысын ашытып, төсекте дөңбекшіктетұғын мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рақым қылдыратұғын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды, ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламаймын. Жақсылыққа ежелеп еретұғын мен. Жаман шақтан жереніп тулап кететұғын мен. Әділет, нысап, қайрат, ұят, рақым дейтұғын нәрсенің бәрі менен шығады. Менсіз осылардың көрген күні не? Осы екен маған қалай таласады? Ей Қайрат, сенің айтқандарының бәрі де рас. Ол айтқандарынан басқа да көп өнерлердің бары рас. Сенсіз еш нәрсенің болмайтұғын да рас. Бірақ қаруыңа қарай қаттығың да мол, пайдаң да мол, залалың да мол. Кейде жақсылықты бер ұстап, кейде жамандықты бер ұстап кетесің, соның жаман. Ей ақыл, сенің айтқандарының бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсенің табылмайтұғын да рас. Жаратқан тәңірінде сен танытасың, жаралған дүниенің мәнінде жайында сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың. Амалды, айлады бәрі сенен шығады. Жақсының да жаманның да сенгені сен. Сен сол екеуінің іздеген тап берушісің, соның жаман. Осы үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім. Бірақ сонда әмірші, билеуші, жүрек болса жарайды. Ақыл, сенің қырларың көп. Жүрек сенің сол көп қырларына жүрмейді. Жақсылық айтқанына жаны, діні құмар болып тұрады. Ермек түгіл қуанып та қалады. Жамандық айтқанына ермейді, ермек түгіл жиреніп, үйіңнен қуып шығады. Қайрат, сенің күшің мол, қаруың көп, жүрек сені де еркіңе жібермейді. Орынсыз іске қолыңды босатпай, орынды іске күшіңді аятпайды. Осы үшеуінің басын қос, бәрінде жүрекке билет. Осы үшеуің дәл мен айтқандай бір адамнан табылсаңдар, табанның топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық та сонда, қалпыңды әрдайым таза сақта. Құдай тағала әрдайым қалпыңа қарайды. Ей ғылым, өзіңде білесің ғой, менсіз бұл дүниеде ештеңе кәмелетке жетпейтінін. Әуелі өзіңді білуге ерінбей, жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей, жалықпай орнына келтірмек те менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абырой мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай,
ой таза сақтығын. Күнәкәрліктен, көрсе қызар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқаратығын. Адасқан жолға бара жатқан бойды, адасқан жолда бара жатқан бойды қайта жиғызып, орнына адасқан жолда бара жатқан бойды қайта жиғызып алатұғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады? Не дүниеге, не ақиретке, не пайдалы болсын, не залалды болсын, білетұғын мен. Сенің сөзіңді ұғатұғын мен. Менсіз пайданы іздеп таба алмайды екен, зұлымнан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады? Менсіз өздері неге жарайды? Мен адам денесінің патшасымын. Қан менен тарайды, жан менде мекен қылады. Менсіз тірлік жоқ, жұмсақ төсекте, жылы үйде, тамағы тоқ жатқан кісіге, төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың күйі жайы қандай болып жатыр екен деп ойлатып, жанын аштып, ұйқысын ашытып, төсегінде дөңбекшіктетұғын мен, үлкеннен ұят сақтап, кішіге рахым қылдыратұғын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды, ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын ала аламаймын. Жақсылыққа ержереп, ерейтұғын мен. Жаманшылықтан жиреніп, толап кететұғын мен. Әділет, нысап, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менде мекен қылады. Осылардың менсіз көрген күні не? Осы екен маған қалай таласады? Ей Қайрат, сенің айтқаныңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсенің болмайтұғыны да рас. Бірақ қаруыңа қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол. Бірақ залалың да мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің, соның жаман. Ей ақыл, сенің айтқаныңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсенің табылмайтұғыны да рас. Жаратқан Тәңірдің де сен танытасың, жаралған екі дүниенің жайында сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың. Амалда, айлада бәрі де сенен шығады. Жақсының, жаманның, екеуінің де іздегенін тауып беріп жүрсің, соның жаман. Сен үшеуінің басыңды қоспақ меніңсің. Бірақ сонда әмірші, билеуші, жүрек болса жарайды. Ақыл, сенің қырларың көп. Жүрек сенің сол көп қырларыңа жүрмейді. Жақсылық айтқанына жаны, діні құмар болып тұрады. Көнбек түгіл қуантта қалады. Жарашылық айтқанына ермейді. Ермек түгіл жиреніп, үйінен қуып шығады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол. Жүрек сені де еркіне жібермейді. Орынсыз іске қолыңды босатпай, орынды іске күшіңді аятпайды. Осы үшеуіңнің басын қос, бәрінде жүрекке билет. Осы үшеуің дәл мен айтқандай бір адамнан табылсаң да, табанның топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Үшеуің бала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылықта сонда, қалпыңды әрдайым таза сақта. Құдай тағала әрдайым қалпыңа